Мен Қуатбаева Нұрғайша Әбуқызы 1936 жылы Семей облысында дүниеге келгем. Институт бітіріп 30 жылдай мұғалім болдым. Одан кейін пенсияға шықтым. Пенсияға шыққанда осы Алматы қаласына көшіп келдім де, осында тұрып жатырмын содан бері қарай. Қазір жасымыз 80-нен асып бара жатыр. Әртүрлі осы кәрілікке байланысты енді аурулар, мен аурушым, белім ауыратын, екі иығым буын аурулар еді мендегі. Сол буын ауруларын қалай жазылады деп оны врачқа да емделдім, дәрігерлерге де. Бірақ сонда да жазылмады. Кейіннен осы радиодан, телевизордан ламипарен орталығы ашылған екен. Соған барып, дәрі алып, ламипаренді соның 4-еуін іштім. Содан кейін кішкене белім жақсы болып, қолы буын ауруларында ауырғаны кішкене қайтып, жақсы болып қалдым. Осындай дәрінің шыққаны біздің ауруымызға да ем болып, жақсы болдық. Рахмет оны шығарып әкеп жатқан балаларға.